Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы ақпарат. Бүгінгі видеомызға қажетті құралдар: маркер, қарапайым салфетка, клей, су, өшіргіш және қарындаш, қайшы және А4 парағы. Олай болса, бірінші кезекте біз маркерлерімізді салфеткамызға бастырып шығамыз. Ол үшін ең алдымен үстеліңізге міндетті түрде клеенка жайыңыз, себебі біз маркерлерді бастырып болғаннан кейін үстіне су себеміз, ал ол су сіздің үстеліңізді бүлдіріп кетуі мүмкін. Өзіңіздегі барлық түстерді пайдаланып, барынша әдемірек қылып бастырғаныңыз дұрыс. Көп түстің болғаны әлдеқайда жақсырақ. Мен өзімде барлық түстерді қолдандым. Көріп тұрғандарыңыздай маркерлерді толықтай бастырып шықтық. Енді келесі кезекте су себеміз. Ол үшін ең алдымен мен А4 парағын астына қойып алдым, себебі су сепкен кезде бояулар жан-жаққа ағып кетпесі үшін. Суды жақсылап сеуіп болғаннан кейін салфеткамызды күннің көзіне құрғатуға жібереміз. Осыдан кейін салфеткамыз күннің көзінде кепкенше біз келесі кезекте көбелектің суретін сала бастаймыз. Ол үшін суретші болуыңыз міндетті емес, барынша салуға тырысыңыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай көбелекті сызып болдық. Көбелектің қанаты барынша үлкен болғаны әдемірек көрінеді. Енді өзіңізге ұнаған кез келген маркерді алып, көбелекті сыртынан бастырып шығамыз. Қара түсті маркер болғаны әлдеқайда жақсырақ, ал менде бары тек күлгін түсті маркер. Мінекей, көбелегіміз дайын. Салфеткамыз толығымен кепті. Енді келесі кезекте кез келген қақпақпен домалақ сызықтар жасаймыз. Мейлі ол бөтелкенің қақпағы болсын, жақсылап тұрып барлығын айналдыра сызып шығамыз. Жаңағы сызған дөңгелектеріңізді әдемілеп қайшымен қиып шығамыз. Көбелекке шететінде қылып салфеткаларымызды қиып болдық. Енді оны көбелекке жабыстырамыз. Ол үшін мен үйдегі бар сұйық клейді қолдандым. Сіз де өзіңіздегі бар клейді қолданыңыз. Ең соңында бізде дәл осындай әдемі көбелек шығады. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.